Сәлем достар. Морг өте қорқынышты жерлердің бірі. Көпшілігіміз ауруханада болған түсініксіз жағдайлар туралы естігенбіз. Алайда бұған күмәнмен қараймыз. 1000 рет естігеннен 1 рет көрген артық. Бүгінгі видеода ауруханада, моргтарда болған түсініксіз оқиғаларды көрсететін боламыз. Ендеше видеоны бастаймыз. Алғашқы видео Үндістандағы моргтағы камераларға түскен. Камерада біз аурухана зембілін көруіміз мүмкін. Экран ортасы жарқырай бастады, және орындық өз-өзінен қимылдай бастады. Көріп тұрғанымызда ешқандай жел жоқ. Бұл кадрда тағы осы аурухана. Жігіт су алу үшін келе жатыр. Жігіт су алып жатқан кезде оның айналасында түсініксіз жарықтар пайда бола бастады. Және ол жарық жігіттің денесіне еніп кетті. Жігіт бірдеңе байқағандай зембіл жаққа жүре бастады. Және бір кезде зембіл қимылдай бастады. Жігіт қорқып кетті және артқа қайтты. Кезектегі видео Қытай ауруханаларының бірінде камераға алынған. Қабырға жанында ауру жатыр. Бір кезде аурудың денесінен түсініксіз нәрсе шықты. Интернет желісін пайдаланушылардың пікірінше, бұл адам денесінен шыққан жын. Таңертең бұл адам жансыз күйде табылған. Сіз не деп ойлайсыз? Бұл қандай видео? Бұл видео монтаж болуы мүмкін бе? Тағы да Үндістан. Ауруханадағы камера өте қорқынышты бейнені кадрға алған. Кадрда аурухана коридорында жатқан ауруларды көруіміз мүмкін. Бұл Үндістанда үйреншікті жағдай. Себебі барлық ауруларға орын жетіспейді. Жақсылап қарасаңыз, есіктің алдында қара түсті адам сияқты бейне пайда болды. Ол біраз уақыт қимылсыз тұрды. Содан соң үлкен тездікпен коридорды кесіп өтті. Адамдардың пікірінше бұл қаза тапқан адамның рухы. Бұл бейне белгісіз бір ауруханада алынған. Аурухана адамдары бұл жерде түсініксіз жағдайлар болып жатқаны туралы шағым жасаған. Сол себепті түнде ауруханадағы жағдайды камераға алуға шешім қабылдаған. Және аурухана адамдары видеоға түсіре бастаған. Бір кезде түсініксіз біреу бөлмеден шықты. Және тез арада жоғалды. Аурухана дәрігерлерінің айтуынша, бұл бірнеше ай алдын өзіне қол жұмсаған дәрігердің рухы екен. Сіз қалай ойлайсыз? Пікіріңізді комментқа жаза кетіңіз.
Кезектегі видео өте қорқынышты. Аурухана күзетшілері беймәлім дауысты байқап қалды. Және бұл не екенін анықтау үшін морг жаққа жүре бастады. Бұл жерде өз-өзінен ашылып жабылып тұрған есікті көруіміз мүмкін. Bir кезде жарық өшіп жанды. Және есік тоқтады. Есікті көрген күзетушілер бұл не екенін түсіне алмады. Достар, видео ұнады деген ойдамын. Видео ұнаған болса, каналға жазылып,